бүгінгі қаузайық деп отырған тақырыбымыз отбасындағы ұлттық құндылықтар мәселесі. Шын мәнінде біздің тәуелсіздік жылдарынан кейін мынау жаһандану үрдісі барынша қарқын алып, өзінің күшін көрсете бастаған бүгінгі таңда біздің алдымызға ұлттық бірегейлік талабы келіп тұр. Оны біздің қоғам да жақсы түсінеді. Біздің мемлекеттік деңгейде бұл мәселе айтылып жүр жоғарғы тарапынан. Және бұл әрбір қазақтың дүпкеліп отырған мәселесі деп айтуға болады. Бұл жерде қазақ болып қалу, қалмаудың мәселесі тұр. Енді қазақ болу бізге қаншалық маңызды деген сұрақ бар ғой. Ол енді әркімнің өзінің ұлттығы, ұлтына деген сүйіспеншілігі екені өз алдына бір төбе. Бірақ біздің айтқымыз келетіні қазақ болып қалуда біз өте үлкен пайдалар табатындығымыз және үлкен жетістіктерге жететіндігімізді айтқымыз келеді. Осы қысқаша бір ұстартқалы отырған сөзіміз осыған да қатысы бар. Мынау қазақтың ұлттық құндылықтарын бүгінде ұстансақ бола ма, болмай ма? Ұлттық құндылықтар біздің заманауи өлшемдерімізге сай келмейді дейтін қоғамда түсініктер қалыптасқан. Бірақ жаңағы қалауын тапқан кісіге қар жанат деген қазақтың сөзі бар. Шын мәнінде біз оның ұлттық құндылықтарымызды жете түсінбей жүрміз біріншіден. Екіншіден, соны жете түсініп өмірімізге кіргізудің қалауын таппай жүрміз. Яғни соның бір әдіс тәсілдерін меңгере алмай жүрміз. Соны дұрыс меңгеріп жолға қоя алсақ, біздің ұлттық құндылықтарымыздың ішінде айталық мынау қоғамды дамытудың институттары бар. Қоғамды тұрақты ұстаудың өзіндік институттары бар. Бізде жұмыс істеп тұрған әжелердің институты болған, келіндердің институты болған, жаңағы бізде қарттар үйін, қараусыз қарттардың қалмауына себепкер болған. Және кереметтей бала тәрбиелеп өсірген сондай көшпелі дәуірде қолында бірде-бір дипломы жоқ, бірақ бірде-бір сертификаты жоқ, бірақ бір халықты өзгерткен, бір халықтың тағдырын өзгерткен тұлғаларды тәрбиелеген ата-аналар институтының тәжірибесі бар. Сонымен бірге қоғамды сонша уақыт берекелі, ың-жыңсыз ұстап отырған қоғамды басқарудың ағайын арасында сыйластықты, қоғамдық қарым-қатынасты дамытудың үлкен институттары бар, жұмыс істеп тұрған. Солардың тарихи тәжірибесін неге бүгінде біз пайдаланбасқа? Демек, сонша ғасыр бойы тәжірибесін, өзінің нәтижесін беріп келген институт бүгінгі күнде жарамай қалуы мүмкін емес. Демек, ол жерде кінәні өзімізден іздегеніміз дұрыс болады. Абайда да бар ғой. Бұл мақұрым қалмағыма кім кінәлі? Дейді ғой, мегі қолымды дүп сермесем өстірмедім дейді. Бұл мәселеде де біз қолымызды дүп сермей алмай отырмыз. Ұлттық құндылықтарымызды дүп басып, қайсысы қай жерге керек, қайсысын қай жерде қолдансақ, қаншалық деңгейде қолдансақ бізге нәтиже береді деген мәселелерді кешенді түрде зерттеп барып қолдансақ, ол жаңағы Абай атамыз айтқандай өкінішке әкеліп соқпайтындығы анық. Осы мәселеде бір-екі ауыз сөз айта кетер болсақ, бүгінгі отбасы құндылықтарында әсіресе қажетті бұл нәрсе. Өйткені бүгінде отбасында әке баланы түсінбейтін, бала әкені тыңдамайтын, немесе кеше сүйдім, күйдім, сенсіз өмірім тұл деген сияқты, сен болмасаң бұл жалған деп өлеңдетіп жүріп қосылған ерлі-зайыптылар бір-бірінен жақын отырып, алыста болса жақын, жақында болса алыс дейтін қазақтың бір өлшемге қаратып айтатын сөздері бар ғой. Бұл енді рухани жағынан да келсе керек. Осындай деңгейге түсіп отыруымызға осы ұлттық құндылықтарымыздың маңызы айрықша шығар деп ойлаймыз. Өйткені бүгінде көптеген тренерлер болсын, көптеген осы салаға өзінше қарлығаш қанатымен су сепкендей болса да, өзінің септігін тигізгісі келген азаматтарымыз бар. Әр жерден әртүрлі методтар әкеп ұсынуда қоғамға. Әрине ол бізге керек. Біз басқа халықтардың озық үрдістерін алып отыруымыз керек. Біз өзімізді үздіксіз дамыту үшін. Бірақ біз ол шетелдің
тарихи тәжірибелерін қараған кезде бір өлшемді естен шығармауымыз керек. Осы орайда айта кететін Абай атамыздан бір өнеге бар. Абай атамыздың бір қасиеті бар болған екен. Мынау Көкбай Жанатайұлы айтады: Абай шетелдің кез келген кітаптарын оқысын, ол өзінің ой елегінен өткізіп барып, өзінің бір ішкі түйсігіне билетпей тұрып, оны өзіне толықтай қабылдап алмайтын еді дейді. Бұдан біз нені көреміз? Абай атамыздың ішінде өте үлкен бір рухани сүзгі жатқанын көреміз. Басқа халықтардың мәдениетін қабылдады. Мысалы, білесіздер, Абай атамыз қазақтың ою өрнектеріне мынау Кавказ халықтарының, сергештердің жаңағы мынау қарамен жүргізу дейтін әдістерін әкеп пайдаланған. Сосын мынау киім үлгісіне де басқа халықтардың киім үлгісін әкеп пайдаланған. Сосын мынау ұсталық өнерде де басқа халықтардың методикасымен, оны дамытқан технологиясымен. Сонда тіпті қазақтың үй ұстау мәдениеті, мынау ас мәзір мәдениеті, ас адал дейміз, мынау ас үйдің жиһаздары мәселесінде басқа халықтардың жиһаздарымен бірлестіре отырып толықтырған кісі. Яғни мәдениеттің бір реформаторы ретінде Абайды қарастыруға толық негіз бар. Осы тұрғыда да Абай өзінің халықтың ұлттық бірегейлігін ұмытып кеткен жоқ. Жаңа Көкбай атамыздың айтып отқан мәселесі осы. Түбегейлі өзгертіп жіберген жоқ. Керісінше жақсы нәрселерін алды да, қазақтың өзіндегі жақсы нәрселерді қалдырды, жаманын жаңағы шеттен алған жақсы нәрсемен байытты. Міне, Абай атамыздың осы тарихи тәжірибесі бүгінгі таңда қазақ қоғамына да аса бір зәру құндылықтардың бірі деп айтқан болар едік. Мынау отбасы тәрбиесінде де осы сүзгі ерекше керек бізге. Айталық, бүгінгі таңда біз көбінде балаларымызды өзіне, анау өзін билей алмайтын кезде біз оны өзіне билетіп жатамыз. Көп жағдайда көп көретін, өз басым көп ұшырастыратын қателіктердің бірі осы деп санаймын. Біздің қоғамда бала тәрбиесіне отбасы әуелі осы баланы тәрбиелеуден басталатын болса, және отбасының бір мұраты жақсы бала тәрбиелеу болатын болса, отбасы құрудың ұзына соңына дейін жалғасқан процесі де осы баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұрақ мазалауы тиіс деп ойлаймын. Сондықтан осы мәселеге тоқталып отырмыз. Мынау Абай атамыздың, Құнанбай атамыздың, Зере әжеміздің, Ұлжан әжеміздің тәжірибелерін зерделейтін болсақ, мынау бас кезінде баланы өздері билеп отырған, яғни өздері бағыт бағдар беріп отырған, кімді тыңдау мәселесіне дейін, тіпті жас жеткіншек шағының өзінде Абайды қаладан, медреседен келген кездерінде де кімді тыңдау керек деген кезде ертекші Баймағамбет, сосын әншілерден өзінің бөлек әншілері болған, сосын жаңағы керемет елге сөзі өтетін кісілерді, яғни тұлғалық қасиеті бар адамдарды ол кісілер қалап сұрап, жатқызып, айлап, жылдап жаңағы әңгімелерін тыңдататын болған. Бұл жерде қандай бізге бір пайдалы нәрсе бар? Яғни оны кімді тыңдау керек екенін екшеп реттеп беріп отырушы институттың жұмысын атқарды ата-анасы, әжесі. Ал Абай ат жалын тартып мінді дейтін қазақта жас өлшеміне байланысты сөз бар. Яғни 13-15 жасар шамаларындағы кез 13-тегі отау иесі дейтін қазақтың өлшемімен бұл тіпті жасаруы да мүмкін. Осы кездегі балаға барып өзінің тізгінін берді. Сонда бізде бұл үрдіс баланың тұлғасының дамуына және адаспауына, яғни басқа бір бағыттарды ұстанып кетпеуіне, тіпті өмір салтының өзінде бір біздің менталитетімізге келмейтін, тіпті біздің өмір сүру платформамызға үйлеспейтін нәрселерді ұстанып кеткен кейбір ағайындарды көреміз ғой. Солардың көбеймеуіне осы бабалардың тарихи тәжірибесі себеп, үлгі болады деп ойлаймын, өнеге болады деп. Мынау Құнанбай атамыз баланы 13 жасында қаладан келгеннен кейін оған сенім арта бастайды. Қандай мәселелерде? Мынау қоғамдық мәселелерді шешуде. Оның жеке басының мәселесін шешуде емес.
тіпті қоғамдық күрделі мәселелерді шешуге дейін, және әулеттің мәселесін шешуде. Анау інісінен кімді оқыту керек, Қалиолланы кадет корпусіне оқуға жібереді ғой. Сонда бір қанша мәселені Абайдың билігіне береді. Сен кімді оқытасың, қайдан оқытасың, оған қанша қаражат жұмсайсың, қанша мал сатасың, оны өзің биле дейді. Әрине ол жерде әке бір жолата сырып тастап қарап отырған жоқ, қолын қусырып жауапкершілікті тең қашу деген жоқ ол жерде. Ол жерде әке сырттай қадағалаушы институт. Ал жұмыстың қалай процесс атқарылып жатыр, ол дұрыс болса, сырттай қадағалаушы жаңағы институт ішкі жұмыстарға араласпайды. Ал ол жерден қателік кетсе, әлбетте бүкіл елдің билігіне, елдің мінін түзеуге араласып жүрген Құнанбай баласының әрекетіне араласпауы мүмкін емес. Алайда Абай осы тапсырманы сәтті орындап шығады, інісінің ішінен Қалиолланы оқуға жібереді. Ал қаражаттан қанша қаражат жұмсалатынын тиісті мамандармен сөйлесе отырып шешеді, және оны қайдан оқыту мәселесіне келген кезде ең озық деп есептелген сол замандағы заманауи білім беру жүйесіндегі оқу орындардың бірі кадет корпусіне апарып оқуға беруге шешім қабылдайды. Және осы шешімін Құнанбайға мағлұм қылған кезде ол кісі бұл шешімге бір ауыздан келіскендігі айтылады. Демек, бұл жерде өте үлкен әке бала қарым-қатынасының, отбасы институтының тарихи тәжірибесі жатыр. Ал енді осыны біз өмірімізге неге қолданбасқа? Бүгінде біздің балаларымыз ауладан шығып дүкенінен зат алып келе алмайды. Ал енді сондай кішігірім жұмыстың жауапкершілігінің мүддесінен шыға алмаған бала ертең қалай отаншылдықтың мүддесінен шығады? Қалай мынау мемлекетшілдік сананың мүддесінен шығады? Қалай тұлғалық өлшемдердің мүддесінен шығуы мүмкін? Міне осындай кезде біздің бабаларымыздың тарихи тәжірибесіне жұмыс жасау керек деп ойлаймын отбасында. Сонымен бірге мына отбасында қарым-қатынас мәселесі, отбасының тіпті сыртқы ортамен қарым-қатынас мәселесінде де біздің бабаларымызда өнеге алуға тиісті керемет құндылықтар бар. Айталық, мынау естеліктерде жалпы Құнанбай әулетінің белді отбасыларды, яғни мынау Оспан, Абай, Ысқақ, осы үш үйді суреттегенде естеліктерде іші той, сырты базар, немесе сырты той деп айтады естелік қалдырушылар. Ол не деген сөз? Сапырылысқан адам. Шын мәнінде Абайдың алдына бүкіл қазақтың дауышары келетін еді. Анау Янушкевичтің естелігінде Құнанбайды айтпай ма? Қазақ даласынан оған ағылып келіп жататын деп. Тура сол сияқты осы әкесінің басындағы тағдыр Абайдың да басында болған. Ол болыс болған кезде болсын, ол жаңағы съездерде төбе би болған кезде болсын, тіпті басқа кезде де кәдімгі қара би ретінде Абай билік айтуы тоқтаған емес. Дау-жармен келісіп жататын адамдар өз алдына бір бөлек, сәлем беріп кетейін деп жататын адамдар өз алдына бір бөлек. Сонда осынша адамдардың ішінде отырып жаңағы өзінің отбасын керемет сақтай білуі, өзінің отбасында керемет ұлағатты ұрпақтар тәрбиелеуі, Әбіш, Мағауия сияқты. Бұл Абай методикасының бірегейлігін білдіреді. Ал мынау Ысқақты айтатын болсақ, Ысқақ мынау қалашылардың келіп олай-бұлай өткенде қыр мен қаланың ортасындағы бір түзел болған. Тіпті сол үшін сол қалашыларды күтушілер дайындаған Ысқақ, қолына күтушілер ұстаған. Ол болыс болған кезінде де, болмаған кезінде де болған Ысқақтың әдеті. Сонда ол Ысқаққа не үшін керек болды? Отыра беруіне болады, өзі айранын ұрттап, жаңағы қойын құрттап деп қазақ бұрынғы кезде сөйтіп айтады ғой, жеке өзімен өзі болуды. Тура солай отыра беруіне болатын еді. Бірақ өзінің олай-бұлай өткен адамдар ішінде дуалауыз кісілер болады, өнегесі болады, әрбір адамның айтатын жаңалығы болады, көрген білгені болады. Осының барлығы сол Ысқақтың ортасына, Ысқақ ауылына өзіндік әсерін тигізіп отырады.
ой санасының өсуіне, жаңағы қоғамдық институттардың, отбасылық институттардың жетіліп дамып отыруына, және мынау заманауи құндылықтармен байып отыруына. Мысалы, қалашылар не әкелуі мүмкін? Қаладан жақсы нәрселер алып қайтуы мүмкін, үйіне жақсы әбзелдер алып қайтуы мүмкін, жақсы базарлықтар алып қайтуы мүмкін. Міне осының барлығынан хабардар болып отырады. Ал қыр адамы үшін бұл үлкен жаңалық, үлкен бір мәдениеттіліктің белгісі. Ал бүгінде біз осы мәселені дамытатын болсақ, біздің отбасымызда ойлау деңгейінің өсуіне, отбасының мәдениеттілік көрсеткішінің жоғарылауына, сонымен бірге заманауи құндылықтарға бейімделу мәселесінде бұл өзіндік жұмыс істеуге нәтижесін беретін тарихи тәжірибе ретінде айтуға болады. Ал енді мынау Ер Оспанның айналасын арып қарайтын болсақ, ол кісінің үйінің іші той, сырты базар болып жатуы не үшін керек болды? Немесе соның қандай бір пайдалы тұстары болды деген мәселе. Ол кісінің өз алдына бір үлкен мектеп ретінде қарастыруға да болады Оспанды. Өйткені ол кісінің қасында көптеген жанына ұстаған әншілері, күйшілері, өнерпаздары, тіпті мынау алуан түрлі шеберлері болған. Осы кісілердің ой алуы үшін және өзінің өнерлерін сырттан келген қауымдардың өнерімен, сырттан келген шеберлердің әдіс тәсілдерімен байытуына, толықтыруына, басқа елдің мәдениетін қабылдауға, әсіресе ән өнерін, күй өнерін, қиса ертегі айтып отыратын адамдар болған. Ондай адамдар келсе, Оспан балаша қуанып, соларды жата жастандырып не қылатын болған. Тіпті ондай кісілердің үлкенді кішілі кемшіліктерінің өзін кешіріп жіберетін болған. Мынау енді бір ақын кісі болды, айтпай-ақ қояйық, Абайдың шәкірт ақындарының біреуі, өрескел бір қателік жібереді, ел тағдырына қатысты мәселеде жаңағы үлкен сомаға елдің басты кісілерінің үстінен жалған арыз жазылады. Бұл тарихи факты. Осы мәселеде ол кісі өзінің мінін біліп Оспанның алдына келе алмай жүреді. Оспан өте сыйлайтын кісілердің бірі. Сонымен не керек енді, қанша жүреді? Біраз уақыт ортаға салып, жаңағы уақыт өтсе, уақыттың желі өзі істі тоздыра береді ғой, ең үлкен төреші уақыт деп айтамыз. Сонда қайтадан келген кезде Оспан өнері үшін ол кісінің жаңағы кішкентай деп айтуға келмейді, үлкен қателігін кешірген. Осындай мінездерге алып келуі Оспанның мына отбасы институтын дамытуда. Жаңағы Оспанның өзінде бірнеше өзінің отбасы бар. Сол отбасындағы мәдени көрсеткіштерді жоғары ұстауға, сонымен бірге рухани деңгейін жоғары ұстауына бұл нәрсе ауадай қажет болды. Және бұл қазақтың өзі отбасында, бай отбасылардың, әсіресе дегдар әулеттен шыққан кісілерде осындай байлығын, елге пайдасын көрсетіп жататын тұстары болған. Яғни ол жерде келген кезде қара халық ән тыңдап, өзінің рухани өмірін байытатын болса, ертегі тыңдап, өзінің бір ойлау жүйелерін дамытып жататын болса, көрген білген әңгімелерін тыңдау арқылы көз аясы кеңіп жататын болса, бұл елге тиген пайдасы. Біз пайда дегенде тек қана мынау зат алуменен, бір қайырымдылықтар жасауменен ғана өлшемеуіміз керек. Бұл рухани қайырымдылық деген мәселе біздің қазақ байларының тәжірибесінде өте бір үлкен ауқымды, маңызды институт ретінде қарастырылуы тиіс. Біздің тарихымызда не үшін кедейлеріміз, аш-жалаңаштарымыз жылап тентіреп қалмады? Солар неге шуылдап өзінің зар мұңын жалпақ жаһанға жарияламады? Ол жерде байлардың институты рухани жақтан да, заттық жақтан да жақсы жұмыс істеп тұрды. Ал әрине босып кеткен, тозып кеткен ауылдар болды, бәрібірдей жақсы болды деп айта алмаймыз. Олардың жерінде байлардың жұмыс істеу деңгейіне байланысты. Міне Оспанның айналасында естеліктерде қарайтын болсақ, олардың жалшыларының өзі кейіннен бай адамдар болып шықты. Оспан қайтыс болғаннан кейін Абай оларға жүздеп қой салып беріп, алдына жылқы салып беріп шығарған.
Ал Оспан оларды кәдімгідей санасып отырып, солармен бірге оларды керек кезінде тыңдай отырып жалшының өзін осылай тәрбиеледі. Осының барлығы не үшін? Оспанның отбасылық институтының өте бір дегдар болғаны үшін. Біздің Оспан отбасынан, Оспанның әулетті басқару, байлықты ұстау отбасында және мынау отбасының сыртқы ортамен қарым-қатынас мәселесіндегі тарихи тәжірибесінің өте маңызды және өте бай екендігін айғақтайды бұл. Сондықтан бүгінгі таңда біздің отбасы институттарымызды дамытқымыз келсе, әркім отбасында өзінің жақсы қарым-қатынас мәселесін жолға қоюды қалайтын болса, отбасында отбасының рухани деңгейін көтергісі келетін болса, осы кісілердің өмірінен өзіне өнеге алса, осы кісілердің өміріндегі жақсы тұстарды өзінің отбасында үйлестіре отырып, дамытып, толықтыратын болса, бұл бүгінгі күнде біздің әрі заманауи бола отырып, ұлттық келбетімізді, бірегейлігімізді сақтап қалуымызға өте үлкен әсерін тигізген болар еді. Міне бұл Құнанбай әулетіндегі тарихи тәжірибе, отбасы институтына қатысты ұлттық құндылықтар бүгінгі таңда, әсіресе мынау Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойын атап өтіп жатқан айтулы тұста біздің жастарымыз, біздің бүгінгі қазақ отбасылары бұны өзінің өміріне енгізіп жататын болса, бұл мерейтойды тойлаудың бір ең белсенді бір көрсеткіштерінің бірі болар еді деп ойлаймын. Өйткені бүгінгі таңда өмірлік қолданысқа өтпейтін мақалалар жазуменен немесе бір дәстүрлі формадағы мерейтойдың іс-шараларын, мүшәйралар өткізу, конференциялар өткізуменен әрине ол да керекті дүние, бірақ барынша біз азаматтардың өміріне пайда беретін мәселелерді алып келетін болсақ, ұсынатын болсақ біздің оқырмандарымызға, көрермендерімізге, бұл Абай тойының өзінше бір мерейі болып, рухани жақтағы бір керемет жетістігі болып табылар еді деп санаймыз. Бұл тұрғыда әрине сөз айтуға жарайтын біздің алдыңғы буын ақсақалдарымыз бар. Ол кісілердің де өзіндік ойлары, өзіндік айтар пікірлері, біздің қолымыз жетпеген өзіндік деректері болуы мүмкін. Сондықтан бір ұсыныс ретінде осы мәселе қолға алынса қоғамда, біздің бүгінгі таңдағы қазақ отбасыларының, отбасы мүшелерінің қарым-қатынас мәселесі, отбасының туысқандар ара қарым-қатынас мәселесі, сонымен бірге отбасының қоғаммен байланыс мәселесінде өзіндік бір өте үлкен нәтижесін көрсеткен болар еді. Шын мәнінде мынау отбасында, қазақ отбасында тағы бір айта кетуге тиісті маңызды жайт. Қазақ отбасында әркімнің өзінің орны болған. Қарап отырсаңыздар, енді шын мәнінде бұл біз бір ұсынып қоғамға бере қоятындай нәрсе емес. Ол әрбір қазақ біледі. Жаңағы әкенің өзінің орны бар, ананың өзінің орны бар, үлкен баланың өзінің орны бар, кішісінің өзінің орны бар, кенженің өзінің орны бар, ұлдың өзінің орны бар, қыздың өзінің орны бар. Міне осы мәселелерді біз қайта неғылатын болсақ, бүгінгі күнде кейбір отбасыларда осы мәселе сақталмай жатады. Сондықтан да отбасылар дағдарысқа ұшырап жатады. Отбасылық қарым-қатынас мәселесінде аға мен інінің ортасында, әпке мен сіңілінің ортасында, немесе ағалық қарындас, әке шешенің, әке мен баланың ортасында сызат түсіп жататын мәселелер көптеп ұшырасады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде де бар, әркімді өзінің орнына қойыңдар дейді. Яғни әркімді өзінде. Қазақтың тағы да сөзі бар, алдиярды алдиярым десең алдияр дейді. Яғни әкені әке ретінде, солай титул ретінде қабылдасаң, ғани әке бол. Оны сыйламасаң, оны құрметтемесең, оның әкенің де дуасы жоқ, аузының дуасы, сөзінің киесі жоқ. Сондай деңгейге түседі. Яғни бұл тұлғаның дамуында ортаның да әсері бар екендігін білдіреді бұл сөз. Алдиярды алдиярым десең алдияр деген. Орнына қою және соны солай әспеттеу. Немесе соның сөзіне тоқтау.
Сондықтан бұл жерде біздің қазақ отбасыларының тәжірибесі негізінде мынау атаға, егер үлкендер бар болатын болса, қара шаңырақ болса, атаға билетеді. Ал ол жерде ата да ата деуге татитын кісілер болған бұрын. Жаңа айтып отырмыз ғой, Құнанбай билігін беріп қойды 13 жасар балаға. Оған ары қарай араласып, сен мынаны оқыт, сен мынаны оқыт деген мәселені айтқан жоқ. Ең соңында нәтижесін тыңдады, көкейіне қонды, болды. Міне басқару деген осы. Оның әрбір ісіне қадалып, әрбір этаптарды бақылап отыру керек емес. Мысалы, ақсақалдық деген де осы. Сондықтан бүгінгі ақсақалдарымыз да өзінің ақсақалдық деңгейін, статусын сақтап отыру үшін біздің бабаларымыздың тәжірибесін ескергені дұрыс. Ал қара шаңырақ емес, өзін өзі басқарып отырған отбасылар болатын болса, әке титул ретінде қабылданған. Ол енді қазақтың жалпы бүгінге дейін бұл санадан қазақ кете қойған жоқ. Дей тұрғанмен кей отбасыларда әкенің рөлі төмендеп кетіп жатады. Мынау әкенің сөзі тыңдалмауына сол үйдегі ананың да әсері бар. Өйткені бұрынғы заманда не үшін жаңағы алдияр дегізіп отырған, әкені әке қылып титул қылып отырған ол ана болған. Қой, әкең сөйтеді, әкең бүйтеді, әкең көрсе, мынау өте үлкен мәселеге айналады. Немесе әкең көрсе, мені өлтіреді деп қорқытады. Сондықтан бала тоқтайды ол нәрсеге. Ал өстіп әспеттеп отырғаннан кейін әкенің сөзі өтімді болады. Әкенің орны, тұлғалық деңгейі жоғарылай береді, статусы. Ал осыған сай әке де өзінің тұлғалық қасиетін дамытып отырса, жаңағы Құнанбай сияқты, жаңағы өнеге таратып отырған Оспан сияқты, соны көрген, Абайдікін көрген Мағауия қандай болды? Мағауияның қасы да жаңағы той-думан, күнде өнердің жиналысы, әдебиеттің, өлеңнің жиналысы болып жататын болған Мағауияның. Скрипка тарту өнерін, және біраз әншілік өнерлерді, дәстүрлерді, сосын мынау гитара, баян деген сияқты аспаптарды қазақ даласына тартуды, жалпыластыруды сол Құнанбай әулетінің осы сабақтасқан дәстүрі өзінің нәтижесін берген. Міне, әке көрген оғы жонар дейді. Әкесі Абайдан көргенін, Абайдың ғылым мәжілістерін көрген, Мағауия өзінің қасына ғылым мәжілістерін өткізетін болды. Өнер мәжілістерін өткізетін болды. Абайдың қасындағы бүкіл қазақтың өнерпаздары, етікшілер, жаңағы әнші, күйші, сал-серілерді былай қойғанда, етікшілер, тоғызқұмалақшылар, шеберлер, тіпті сырттан келіп паналап жататын, қуғын сүргін көрген, патша үкіметінің зорлық-зомбылығынан қашқан тұлғалар паналап жатты. Соны көрген жаңағы Абайдың інілері соны істейтін болған. Ал бұл Құнанбайдан қалған. Құнанбайдан келіп, басқа жақтың қазақтарына, Жетісу жақтың қазақтары, итжеккенге айдалған, белді-белді адамдары нақаққа айдалған. Құнанбайды тауып, сол арқылы Құнанбайдан ат мініп, тон киіп қайтатын болған. Және ағайын ел ішіндегі кісілер, кедей-кепшіктері солардан ішіп жеп отыратын болған. Өле-өлгенше соғымын алып отыратын болған. Қажетін алып отыратын болған. Осыны көрген Абай сондай жомарт болды. Оспан сонша бай болса да, тобықтының ішіндегі белді байларының бірі болса да, ол кекірейіп отырған жоқ. Сол кедей-кепшікке әлеуметтік жағдайын көтеруге өзіндік бір институт ретінде жұмыс жасап отырды. Міне, отбасындағы осындай құндылықтарды жетілдіріп отырсақ, әке өстіп өзінің тұлғалық қасиетін дамытып отырса, ол баланың кейін тұлғалық қасиетінің шыңдалуына өзінің әсерін тигізеді. Сонымен бірге мынау бүгінгі таңда ұлдың әкемен қарым-қатынасы, әсіресе содан тәрбие алуы дейтін мәселе өте өзекті деп ойлаймын. Өйткені бүгінгі күнде қоғамда айтылатын, ер азаматтарға айтылатын сыни пікірлердің бірі ер азаматтарда ер мінезділіктің жоқтылығы. Ал мынау қыз балаларға айтылатын міндің бірі жаңағы ана ретінде, әйел ретінде отбасында, немесе оң жақта жүргенде, бүгін енді біз бойдақ деп айтамыз, қазақ оң жақта жүрген деп айтады. Оң жақта жүргенде қыз ретінде өзінің бір кейбір тәрбиесіздіктерін көрсетіп қалып жатса, келеңсіздіктерін көрсетіп қалып жатса, осының
тарихи тәжірибесі біздің бабаларымызда болған. Яғни қазақта мынау мақал мәтелде сөз бар, мақал мәтел бар. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер дейді. Ал не үшін әке көрген ат бағар, немесе бір әке көрген жаңағы Құнанбай атамыз жомарттық істеді ғой, сол сияқты әке көрген жомарт болар деп не үшін айтпайды? Не үшін оқ жонар деп айтып отыр? Ал не үшін шешеге қатысты жерде тон пішер деп айтып отыр? Не үшін су әкеледі деп айтпайды? Не үшін шай құяды деп айтпайды? Не үшін сармай алады деп айтпайды? Әңгіме қазақтың мақал мәтелдеріндегі сөздің орнының мағынаға қатынасы, сөздің таңдалып алынуының мағынаға қатынасы. Ол өзгеше, бөлек бір тақырып. Бұл жерде оқ жонар деп әкеге қатысты жерде оқ жонар сөзінің алынып отыруы тегіннен тегін емес. Яғни оқ не үшін керек? Оқ отбасына керек па? Күнделікті тұрмыста керек емес ол оқ отбасына. Тек аңшылықта керек. Оның өзі сырттың жұмысы. Ол тіке әкенің жұмысы. Сосын оқ ең қажетті кезі елді жерді қорғау жұмысында оқ қажет. Аса қажет. Отбасын асырауда ол қажеттілік. Ал елді жерді қорғауда ол зәрушілдік. Міне осы мәселеде отбасын сақтап қалу, аңшылық не үшін керек? Отбасын сақтап қалу, отбасын асырау үшін керек. Яғни айтады, қазақтың тағы сөзі бар, әйелді ақыл болмайды, елден сауын сауған соң дейді. Яғни әйелдің қажеттілігін қамдап бере алмасаң, әйелден сен дегдар болмыс күтпе деген сөз. Өзгеден сауын сауы деген не? Өзгенің сиырын кім сауады? Сауынға. Өзінді жоқ адам сауады. Яғни кедейшілік деген сөз. Осындай деңгейге түсіріп қоятын болсаң, әйелден дегдарлық күтпей ақ қой деген сөз. Осы тұрғыда жаңағы отбасыңды қамдау үшін осындай мәселелерде ұл бала дегдар болмысты әкеден алады деген сөз. Және ең басты өмірге қажетті болған отанды қорғау, елшілдік сана, отаншылдық сана, мемлекетшілдік сана мәселесінде ұлтты қорғап қалу, жерді сақтап қалу, елді бірлігін, ұйтқысын жаудан қорғап қалу деген мәселеде, яғни үлкен деңгейлер бұл. Ұлттық деңгейлер, мемлекеттік деңгейдегі мәселелерде мінезді әкеден алады деген сөз. Ана оқ жонар дегеннің астары осы. Ал оқты кімге жондырады? Көбінде ұл балаға жондырады. Қыз бала оқ жондты деген бізде фольклорда да кездеспейді. Жырда да жоқ, біздің эпостарымызда да. Ертегілерімізде де жоқ. Керісінше жаңағы садағын асынып деп ұл балаларды айтып жатады. Міне сондықтан әкенің сондай дегдар болмысы балаға, ұл балаға әсер ететіндігі айтылып тұр бұл мақалда. Ал шеше көрген тон пішер дегендегі тонды кім пішеді? Әрине бұл көп жағдайда қыз баланың жұмысы. Әрине болған біздің ерлерімізде киімді пішіп тігіп алатын, мысалы Шәкәрім атамыз өз киімін өзі пішетін болған. Сондай кісілер болған, ісі қолы іс білетін. Дей тұрғанмен бұл жердегі қатынас шешенің рөлін сомдауға қаратылады. Тон пішу шешенің отбасылық ісі, отбасының қамы тонды пішу. Көп жағдайда асса ол көршілердің қамы. Яғни бір жаңағы оқ жонардан көрі бұл тар өрістіліктегі отбасының ұйтқысын сақтау, ағайынның береке бірлігін сақтауға қатысты мәселелер. Мысалы біреуге көйлек тігіп беру мүмкін, мысалы немесе бір жарлы жақпай кісілерге көйлек кигізіп жіберуі мүмкін. Осындай мәселелердегі ұйытқылық өнеге бұл анадан дариды деген сөз. Ол ұл болсын, қыз болсын. Әсіресе тонды пішер деп айтып отырғаны, мынау енді көбінде қазақ киім тігу, тігіншілік мәселесін қыз баламен байланыстырып жатады. Сондықтан біз бұны қыз бала көптінде өнегені анадан алады деген мағына шығара аламыз. Ұл балаға қатысты болса да. Оны тағы да мақалдан толықтыруға болады. Шешесін көріп қызын ал деген қазақтың мақалы бар. Демек, қыз баланың дегдар болмысы, аналық
дегдарлық қасиеттер, немесе келіндік болмыс, немесе әйелдік қасиеттер, жақсы әйел болу, осыған қатысты құндылықтардың барлығы анадан дариды деген сөз. Міне осы мәселеде бүгінгі таңда аналарымыз өзін дамытатын болса, жаңағы аталарымыздың тарихи тәжірибесін ескере отырып, анау Зере әжемізді Абайды қалай тәрбиеледі, Ұлжан әжеміз қалай тәрбиеледі апамыз, Шәкәрімді тәрбиелеген өзінің екі анасы Құдайбердіден қалған, күйеуге шықпай отырып сол кісінің дегдар болмысын қалыптастыруына, Шәкәрімнің ісмерлігі, мынау киім бішуі, жаңа айтып отырмыз, сосын мынау ұсталық өнері, сол анасынан дарыған Шәкәрімге. Міне осындай тарихи тәжірибелерді ескеретін болса аналарымыз, онда біздің балаларымыздың өміріне жаңа біз айтып өткендей қоғамда таңылып жатқан сыни пікірлер азырақ айтылған болар еді. Міне бүгінгі таңда жаңағы біз өзіміз отбасын береке бірлігі жарастырып, елге елеулі, халыққа қалаулы отбасы дайындап шығамыз десек, осы процестегі өзіміздің аталарымыздың тарихи тәжірибесін, ұлттық құндылықтарымыздағы әдіс тәсілдерді зерделесек, бүгінгі заманауи құндылықтармен толықтыра түссек, онда біз бүгінгі жаһандану үрдісінде өзіміздің бірегейлігімізді, ұлттық бірегейлігімізді сақтап қалумен қатар, өзіміздің күнделікті өмірімізде кездесіп жататын көптеген проблемаларымыз, замандастарымыз кездесіп жатқан, алдыңғы буын кездесіп жатқан көптеген психологиялық, әлеуметтік, қоғамдық проблемалардан өзіміз аман қалған болар едік.